Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен осындай өте ыңғайлы, жылы балаға жайлы бомбердің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыз. Видео ұнап жатса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Осы бомберді тігу барысында қолданған лекаламды описаниеден қарап ала аласыздар. Мен ол берілген лекаланың алдыңғы артқы бойын және жеңін алдым, және де алдыңғы бойды сәл өзгеріске ұшыратып 6 сантиметрге создым, себебі мен кнопка қоятын болғандықтан. Ал лекалада ол замогы бар спортивка еді. Осындай реглан жеңді бомберді тігетін боламыз. Ол үшін алдымен алдыңғы бойды жеңнің алдыңғы бөлігімен оң жақ бетіне қарата отырып, осылайна бір-біріне инемен түйрелеп, я болмаса көктеп алсаңыз да болады. Тігіске 1 сантиметрден бере отырып тігіп шығатын боламыз қосып. Мінекей осылай қосып алғаннан кейін жеңнің артқы бөлігіне артқы бойды оң бетін қарата отырып, дәл жаңағыдай тігіп аламыз. Сол сияқты әрі қарай келесі жеңнің артқы бетін артқы бойға, кейін алдыңғы бетін алдыңғы бойға жалғай отырып, толықтай бір-біріне қосып шығамыз. Мінекей қосып шықтым. Енді қалтаның орнын сіздерде лекалада ол берілген. Осылайша сызып алып, кейін қалтаның аузын, яғни лепестогын қойып аламыз. Осылай түзу сызықпен белгілеп алып, түзу сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Алдымен көктеп алдым. Матам қалың болғандықтан жылжып кететін болды. Мінекей одан кейін қалтаның ішкі бөлігі, мен оны жұқалау болсын деп, қалыңдық бермеу үшін футер двухнитка матасының қара түсінен алдым. Оны да дәл осылайша белгілеп сызып аламыз. Мінекей көктеп алған лепестокты түзу сызықпен тігіп шығамыз. Енді міне қалтаның ішкі бөлігін де дәл жаңағыдай көктеп алдым. Енді түзу бойымен басын және соңын белгілеп алып, дәл жаңағыдай тігіп шығамыз. Мінекей тігіп шықтым. Кейін теріс қаратып, екі тігістің ортасын, артқы бөлігін кесіп алмаймыз, тек екі тігістің ортасын осылайша екіге бөліп, шетіне жеткізбей үшбұрыштап кесіп аламыз. Тігіске 1-2 мм қалдырып, тігіске жеткізбейміз. Дәл осылай үшбұрыштап екі жағынан да кесіп аламыз, астынан да үстінен де. Кейін алдымен қалтаның ішкі бөлігін, содан кейін сыртқы бөлігін осылайша аударамыз. Ішке қарай жақсылап түзулеп қойып аламыз. Кесіп жіберу керек болса, қарап
Барлығын реттестіріп қойып шығамыз осылайнан. Мінекей енді қойып алғаннан кейін жаңағы ішке аударғандағы тілшені осылайнан түзу сызықпен дәл түбінен біріктіріп басып тігіп шығамыз да қалтаны айналдырып закрепка жасап декоративный шовпен тігіп аламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Енді қалтаның ішкі бөлігін тігетін боламыз. Ол үшін дәл осылай екінші бөлігіне жалғап алып тігеміз. Мінекей осымен бізде қалтамыз дайын. Екі қалтамызды да тігіп қойдық. Енді жан тігістерін қосатын боламыз. Оң бетіне қарата отырып, жеңінен бастап, етегіне дейін жан тігістерін қосып шығамыз. Жан тігістерін қосып, манжетасын салып қойдым. Енді етегін жалғайтын боламыз. Жаңа айта кеткенде видеоның басында 6 см қалдырған болатынмын. 4 см ішке қайыруға, 2 см кнопка қоятын жер етіп. Енді өлшеп алған мінекей біздің кашкарсе матамызға негізгі матадан жалғай отырып, осылайша тігіп аламыз. Оң жақ бетіне оң жақ бетін қарата отырып, жалғап аламыз. Мінекей бұл біздің бомберіміздің етек жағындағы манжетасы болады. Бұл енді осылайнан екі бүктеліп жалғанады ғой, сол себепті негізгі матаны бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Кейін аударып алып, енді негізгі бұйымға жалғайтын боламыз. Оң жақ бетіне жалғай отырып, мінекей жаңа қалдырған 4 см ол подборд есебінде кетеді ғой, соны қайырып аламыз. Манжетамызды оң жағынан осылай түйрелеп алдым. Енді тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Осылайша аударған кезде подбордымыз теріс қарап, осылай әдемі болып шыға келеді. Барлық тігістерді пармен жатқызып үтіктеуді ұмытпаңыздар. Сол кезде бұйымыңыз әдемірек көрінетін болады. Енді мен бұның жоғарғы жағын, мойнын, манжетін қойып әсемдейтін болам. Дәл жаңағыдай 4 см қайыра отырып, манжетасын қондыратын болам. Ол үшін кашкарсе матасын қолдандым. Енді алдымен мойнын өлшеп аламыз, ұзындығын, барлығы қанша екенін. Төрт сантиметрге қайырдым деген есеппен өлшейтін боламыз, себебі ол ішке кететін бөлігі.
Мінекей менде 23 сантиметр, яғни 46 сантиметр болған. Манжета қондыру үшін 0,8-ге көбейтеміз. Ол 36,8, яғни 36,8 болатын кашка ұзындығы кашкарсені кесіп алып, екі бүктеп, бір жақ ұшын доғалдап қоямыз. Мен биіктігін 3 сантиметр етіп алдым манжетаның. Осылайша инемен түйрелеп алып, дәл етегін қалай тіктік, дәл солайнан осылайынша тігіп шығатын боламыз. Міне кашкарсесін орнаттық. Енді кнопкасын қойсақ, бомберіміз дайын. Мінекей осындай болып шықты бізде. Манжетаны орнатқан кезде де жеңнің ұзындығын өлшеп алып, 0,8-ге көбейту арқылы кашкарсенің ұзындығын тауып алсаңыздар болады. Осымен бомберіміз дайын. Ұнап жатса видеома комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге әр апта сайын қызықты видеолар салып тұратын боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша.